Ассалаумағалейкум. 22 қыркүйекте бүкіл әлемнің назарынан тыс қалған, бірақ бүкіл адамзат үшін аса маңызды жаңалық болды. Бірақ ешбір жаңалық агенттігі, ешбір журналист, танымал блогер ол туралы тіс жарған жоқ. Ол қандай жаңалық екенін мен осы видеоның соңына таман айтып беремін. Видеоның соңына дейін көріңіздер, арнаға жазылыңыздар. Қазақ тілінде бұл тақырыптарды басқа ешкім қозғамайды, ешкім бұл мәселелерді талқыламайды. Сондықтан арнаға жазылып, видеоға лайк басып қойыңыздар. Ал қазір біз өткен жолы қозғаған тақырыпқа оралайық. Өткен жолы мен айтып кеткендей, қазір Дональд Трамп тәуелсіз саясат жүргізіп жатыр. Ол саяси элиталарға бағынбайды. Сол себепті элиталар Трампқа қарсы неше түрлі арандату жасап жатыр. Ең алғаш рет олар Трампқа ол алғаш билікке келген кезде 2017 жылы соққы жасады. Оған Ресей билігіне қатысы бар деп айып тағылды. Путиннің хакерлері ақш-тың сайлауына араласып, компьютерлерді бұзып, дауыс санын өзгертіп, заңсыз жолмен Трампты президент қылды деп оған сондай жала жабылды. Бірақ бұл қаншалықты сау адамның миына кірмейтін сандырақ болса да, көпшілік оған сеніп қалды. Тіпті әлі күнге дейін соның кесірінен қазақтың көбі Трампты ресейшіл деп ойлайды. Бұған қатысты үлкен тергеу болды. Бұл іс бірнеше жыл бойы жан-жақты егжей-тегжейлі зерттелді, бірақ осының бәрін дәлелдейтін бірде-бір факт табылған жоқ. Содан кейін келесі соққы пандемия кезінде болды. Трамп элиталардың жолдарын кесіп, олардың жоспарларына үлкен кедергі келтірді. Сол үшін олар оған қарсы Black Lives Matter қозғалысын пайдаланды. ақш-тың бүкіл қалаларында шерулер ұйымдастырып, оның арты үлкен толқуға апарды. Бұл Трамптың билігіне қарсы үлкен соққы болды. Өйткені ол кезде оның билігі қатты шайқалды. Содан кейін келесі жолы Трамп қайта билікке келмеу үшін элиталар қолдарынан келген істеді. Олар неше түрлі қулық әрекетке барып, Джо Байденді президент қылды. Артынан Трамп пен оның жақтастары демократиялық партия заңсыз жолмен Байденді президент қылды. Олар азаматтығы жоқ адамдарға бюллетень таратып, ол дауыстарды Байденге жинап берді. Соның арқасында Байден шешуші штаттарда басымдыққа ие болып, сайлауда жеңіп кетті деп сөйтіп айып тақты. Артынан факт-чекерлер оның бәрін жоққа шығарды. Бірақ факт-чекерлердің шын мәнінде кімге қызмет ететіні ешкімге құпия емес. Енді ешкімге болғанда сіздерге қалай екенін білмеймін, бірақ мен үшін ол құпия емес. Сондықтан бұл сөздердің бәрі шындық болуы әбден мүмкін. Оның үстіне келесі 2024 жылғы сайлауда демократиялық партия тағы да сондай әрекетке барды. Олар Камала Харристі президент қылу үшін тағы да солай бюллетень таратып, азаматтығы жоқ адамдардың дауыстарын жинағысы келді. Бірақ ол әрекеттері бұл жолы жүзеге аспай қалды. Содан кейін сол 2020 жылғы сайлауда Трамп жеңіліп қалғаннан кейін 6 қаңтарда ол Капитолийдің алдына барып, сол жерде наразылық акциясын ұйымдастырды. Сол жерге бір топ адам жиналды. Содан кейін элиталар тағы да бұл жағдайды оған қарсы пайдаланып, сол жаққа арандатушыларды жіберді. Олар сол жерде бүлік шығарып, оның арты үлкен тәртіпсіздікке апарды. Соның салдарынан бірнеше адам сол жерде тапталып қайтыс болды. Соның кесірінен тағы да Трампқа айып тағылып, ол соның бәріне кінәлі, ол соның бәрін ұйымдастырды деп тағы да үлкен тергеу болды. Бірақ тағы да ешқандай дәлел табылмағасын, ол ақыр соңында ақталып шықты. Содан кейін оған қарсы бір емес бірнеше өлтіру әрекеті болды. Трамп оның бәрінен аман шықты. Одан кейін осы жақында ғана ақш-та шатдаун болды. Бұл да элиталардың Трампқа қарсы қолданған бір әрекеті деп түсінуге болады. Бұл әрекеттерде Трампты құлата алған жоқ. Енді тағы да бір қызық жаңалық. Жақында Нью-Йорк қаласында бұрын соңды болмаған оқиға болды. Зохран Мамдани деген Африкадан шыққан мұсылман мигрант Нью-Йорктың мэрі болды. Бұл бұрын соңды ақш тарихында болмаған инцидент. Нью-Йорк ол бүкіл әлемнің қаржы орталығы. Оны өмір бойы қаржылық элиталар басқарған. Ал бұл жолы Африкадан келген бір мигрант Нью-Йорктың мэрі болды. Бұл ақылға қонымсыз нәрсе. Оның үстіне ол мұсылман және социалист. Трамп Мамданиді жек көреді. Енді қазір элиталар осы мүмкіндікті міндетті түрде пайдаланып қалады. Олар Мамданиді Трампқа қарсы бір жақсы көзір ретінде пайдаланады. Қазірдің өзінде Джордж Соростың ұлы Мамданимен бірге суретке түсіп жүр. Осының өзінен оның артында не тұрғанын түсінуге болады. Бірақ осының бәріне қарамастан қазіргі Трамп бұрынғы Трамп емес. Ол қатты күшейді. Ол жақсы тәжірибе жинады. Ол өзінің төңірегіне мықты команда жинады. Сондықтан оны сындыру өте қиын болады. Және оның үстіне қазір Трамп қорғаныстан шабуылға көшті. Ол өзіне қарсы әрекет еткен адамдардың бәрінен өш ала бастады. Ең бірінші ол USAID қорын жауып тастады. Содан кейін Джордж Соросқа тиісіп, қазір оны соттап түрмеге қамайын деп жатыр. Осыдан бірнеше ай бұрын Трамптың Барак Обаманы тұтқындап жатқан видеосы шықты. Әрине ол жасанды интеллект арқылы жасалған видео болды, бірақ бұл видео элиталарға жіберілген бір үлкен месседж болды. Кімде-кім менің жолыма шықса, маған қарсы шықса, мен ол адамды түрмеге қамаймын деген сондай бір месседж болды. Қазір Трамп Джо Байденнің командасындағы адамдарға тиісіп жатыр. Осылай ол бәрін бір-бірден өзінің жолынан алып тастап жатыр. Және тағы бір қызық оқиға, жақында Билл Гейтс өз сайтында бір мақала жазды. Сол мақалада климаттың өзгеруі
адамзатқа қауіп төндірмейді деп жазды. Ал осыған дейін ол жылдар бойы бұл тақырыпты қозғап келді. Климаттың өзгерісі адамзатты жойып жібереді деп бұл мәселені өте қарқынды түрде үгіттеп насихаттап келді. Бұған қатысты неше түрлі жобалар ұйымдастырып, соның бәрін зерттеуге миллиардтаған доллар ақша жұмсады, экоактивизмді қаржыландырды. Соншама күш пен ақша жұмсады, ал енді кенеттен өз пікірін өзгертті. Неге? Өйткені осыдан 2-3 ай бұрын Трамп пен Билл Гейтс кездесті. Ол кездесуде не болғаны белгісіз, бірақ Трамп Гейтсті қорқытқан көрінеді. Ол енді қорыққаннан өзінің пікірін өзгертіп отыр. Ал Гейтс ол қарапайым адам емес, ол элиталардың бір өкілі. Ол Джордж Сорос сияқты элиталардың маңызды жобаларын қаржыландыратын маңызды фигуралардың бірі. Енді қазір Трамп оны қорқытып отыр. Осылай ол бір-бірден өзіне қарсы шыққан адамдарды, элита өкілдерін өз жолынан алып тастап жатыр. Бір жағынан оны түсінуге болады. Саясат ол жыртқыштардың, қасқырлардың мекені. Сол қасқырларға жем болмау үшін сен өзің қасқыр болуың керек, және жай емес альфа қасқыр болуың керек. Тек сол кезде ғана сен аман қаласың. Сондықтан Трампты мұнда түсінуге болады. Ал енді Трамптың ең маңызды саяси шешіміне келейік. Ол Роберт Кеннедиді HHS хатшысы, яғни біздің тілде денсаулық сақтау министрі етіп тағайындау. Неге бұл шешім соншалықты маңызды? Өйткені Кеннеди денсаулық сақтау жүйесін түбегейлі өзгертіп, оны саяси және қаржылық элиталарға емес, оны қарапайым халыққа, адамзатқа қызмет ететін жүйеге айналдырайын деп жатыр. Медицина ғылымын жемқорлықтан тазалап, бизнеске және саясатқа тәуелсіз етейін деп жатыр. Ал бұл оңай іс емес. Өйткені бұл жүйені элиталар осыдан бір ғасырдай бұрын қалыптастырған. 20 ғасырдың басында Джон Рокфеллер мен Эндрю Карнеги деген екі магнат медицинаға үлкен реформа жасап, оның бағытын мүлдем басқа бағытқа өзгертіп жіберді. Сол уақыттан бері медицина, денсаулық сақтау жүйесі адамзатқа емес, фарм компанияларға қызмет ететін болды. Соның арқасында сол элиталар осы бір ғасыр уақытта триллиондаған доллар пайда тапты. Сол себепті қазір ғылым мен технология қанша дамыса да, медицинаға қанша ақша бөлінсе де, бірде-бір ауру әлі емделген жоқ. Керісінше ауру адамдардың саны көбейіп бара жатыр, аурулардың саны өсіп бара жатыр, және бұл мәселенің шешілетін түрі жоқ. Неге? Өйткені бұл жүйенің өзі қате жүйе. Оның ең негізі, оның фундаменті дұрыс емес. Ал енді Кеннеди осы жүйені түп тамырмен жұлып, оны дұрыстап, қайтадан қалпына келтірейін деп жатыр. Егер оның бұл жоспары жүзеге асса, онда бұл 21 ғасырдағы ең маңызды оқиға болады. Оны мен сіздерге анық айта аламын. Сондықтан мен Трамптың бұл шешімін соншалықты маңызды деп отырмын. Бұл бүкіл әлем бойынша миллиондаған адамдардың өмірлері мен денсаулықтарын сақтап қалады. Жалпы Трамп денсаулық сақтау жүйесінде біраз пайдалы істер істеді. Ол туралы Құдай қаласа мен бөлек видеода айтып беремін. Енді Кеннеди туралы айтатын болсақ, ол бұл жүйені қалай өзгертеді? Осыдан бір жыл бұрын Трамп президент сайлауында жеңіске жеткенде Роберт Кеннедиді HHS басшысы етіп тағайындайын деп айтты. Сол кезде Кеннеди бір мәлімдеме жасады. Мен NIH ұйымынан, NIH дегеніміз National Institute of Health, ұлттық денсаулық институты, бұл ақш-тағы медицина саласындағы бүкіл ғылыми зерттеулердің бәрін бақылайтын, қадағалайтын ұйым. Сол ұйымнан 600 адамды орындарынан босатам деп айтты. Ол өзінің уәдесінде тұрды, бірақ 600 емес, 1000-нан астам адамды жұмыстан босатты. Жалпы Кеннеди бүкіл HHS жүйесінен, яғни денсаулық сақтау саласынан 20 000 адамды жұмысынан босатты. Яғни ол қазір бұл саланы қажетсіз бюрократия мен жемқорлықтан тазалап жатыр. Соның ішінде ең маңызды шешім қабылдайтын екі ең беделді қадағалаушы ұйымның FDA мен CDC-дің басшыларын ауыстырды, және CDC ұйымының вакцина комитетінің бүкіл 17 мүшесін түгелдей жұмыстарынан босатты. Содан кейін NIH ұйымының басшысын ауыстырып, оның орнына доктор Джей Баттачараяны тағайындады. Ал ол кісі пандемия кезінде биліктің шешімдерін сынап жүрген адам, локдаунды, маска тағуды, сондай әрекеттердің бәрін қатты сынаған адам. Одан басқа Кеннеди өзінің көмекшісі ретінде британдық дәрігер, ғалым доктор Асим Малхотраны тағайындады. Ол өте сауатты ғалым, дәрігер, кардиолог. Ол талай жыл бойы дәлелдік медицинамен айналысқан адам. Медицинадағы кейбір процедуралардың ешқандай қажеті жоқ екенін дәлелдеп жүрген адам. Оның ішінде стенд операциясы бар, оның ішінде статин дәрілер бар, және пандемия кезінде ол вакцинацияны қатты сынаған. Сол үшін ол академиялық ортада үлкен сынның астында қалып, антиваксер деген таққа ие болды. Және бұл кісі салауатты өмір салтын және дұрыс тамақтануды насихаттап жүрген адам. Және одан басқа Кеннеди МРНХ вакциналарды зерттеуге арналған $500 миллион грантты қайтарып жіберді. Ол грантқа 22 ғылыми жоба кіреді, және ол ақша негізінен Pfizer, Moderna және Sanofi Pasteur сияқты фарм компанияларға
бөлінетін ақша, ол компаниялар осы ақшаға жаңа МРНК вакциналарды дайындайын деп жатыр. Оның ішінде тұмау вакцинасы бар және басқалары бар. Кеннедидің айтуынша бұл технология өте қауіпті және оның пайдасы әлі дұрыс дәлелденбеген. Мен оған толық келісемін, бұл өте қауіпті технология, бұл нағыз биологиялық қару деп айтуға болады. Сондықтан оның бұл шешім өте дұрыс. Одан басқа Кеннеди дені сау балаларға және жүкті әйелдерге ковид вакциналарын егуді рекомендациядан алып тастады. Және одан басқа Кеннеди жаңа туған нәрестелерге Б гепатиті вакцинасын да салуды міндеттеуді тоқтатты. Бұл да өте дұрыс шешім, өйткені Б гепатиті ол кішкентай балалар ауыратын ауру емес, ол негізінен қан арқылы берілетін, негізінен нашақорлар, жезөкшелер және қанмен жұмыс істейтін дәрігерлер ауыратын ауру. Сондықтан бұл вакцинаны балаларға егудің ешқандай қажеті жоқ. Осындай шешімдердің кесірінен қазір элиталар ол кісіге қатты шүйілігіп, оған ақпараттық шабуыл жасап жатыр. Соған орай 4 қыркүйекте ақш сенатында үлкен отырыс болды. Сол жерде сенаторлар Кеннедиді қатты тергеп, оған антиваксер деп айып тақты, оны қатты сынады, бірақ ол соның бәріне төзе білді. Мұнда енді сенаторлардың істеген әрекетін түсінуге болады, өйткені олардың 70%-нан астамы фарм компаниялардан ақша алады, және ол кішкентай ақша емес, олар $100 мың дейін ақша алады, және ол ақшаны олар лобби деп атамайды, оны пара деп атамайды, оны донат дейді. Ол әртүрлі медициналық қызметкерлер арқылы жіберілетін ақша, олар оны донат деп есептейді, және оны жемқорлық демейді. Кейбір сенаторлар фарм компаниялардан $100 мың алып тұрады. Мысалы, Берни Сандерс деген сенатор бар, ол 2019-2020 жылдары фарм компаниялардан $1,5 миллион жуық ақша алған. Енді осындай ақша алған кезде олардың әрине фарм компаниялардың мүддесін қорғайтыны түсінікті, сондықтан олар Кеннедиге осындай шабуыл жасап жатыр. Жалпы фарм бизнес ақш билігіндегі лобби ең мықты бизнес деп айтуға болады. Олар жыл сайын ақш билігіне $370 миллион ақша төлейді екен. Қателеспесем, егер қателессем, мен цифрды мына жерде жазып қоямын. Бұл өте үлкен ақша. Осыдан фарм бизнестің ықпалы қандай екенін түсінуге болады. Ал фарм бизнестің артында тұрған адамдар ол қаржылық және саяси элиталар. Енді қазір Роберт Кеннеди солардың жолдарын кесіп отыр. Және одан басқа Кеннеди қазір аутизм мәселесін қолға алып отыр. Бұл мәселеге ол ерекше тоқталып өтіп, оны егжей-тегжейлі зерттеуге арнайы тапсырма берді. NIH ұйымына бұл зерттеулерді өткізу тапсырмасын беріп отыр. Және сол зерттеулердің ең алғашқы нәтижелері бойынша ақш-та тағам өнеркәсібінде бірнеше тағамдық қоспаны азық-түлікке қосуға тыйым салды. Ал қазір бұл зерттеудің тағы да жаңа деректері шығып жатыр. 22 қыркүйекте соған орай пресс-конференция болды. Бағана видеоның алдында айтып отқан маңызды жаңалық деген сол. 22 қыркүйекте Дональд Трамп пен Роберт Кеннеди пресс-конференция өткізді. Ол конференцияда Трамп не айтқанын білесіздер ме? Парацетамол ішпеңдер деді. Менің айтқым келгені, турасын айтайын, Тайленол ішпеңіздер оны. Сіздердің ойлауларыңыз мүмкін, бұл неге соншалықты маңызды деп. Мен сіздерге түсіндірейін. Парацетамол бүкіл әлемде әрбір адам қабылдайтын дәрі. Ал ол дәрінің аутизмге қатысы бар екені анықталған. Мен ол туралы бұрыннан білем, ондай ғылыми зерттеулер бар. Егер жүкті әйел парацетамол қабылдаса, онда ол әйелдерден туған балаларда аутизм жиілігі кейбір зерттеулерде 5 есе, кейбір зерттеулерде 8 есе жиі болады екен дәлелденген. Ондай зерттеулерді мен бұрыннан бар екенін білем, сондықтан мен өз балаларыма ешқашан парацетамол бермеймін. Өзімде өмірімде бір ретте ол дәріні қабылдап көрген емеспін. Және оның ешқандай пайдасы жоқ екенін мен анық білемін. Оның үстіне бұл өте қауіпті дәрі, ол адамның бауырын қатты зақымдайды. Ғылымда дәріден болған бауырдың зақымдану деген термин бар. Және бұл көрсеткіш бойынша ең көп адам қай дәріден қайтыс болатынын білесіздер ме? Парацетамолдан. Бауыр зақымданып өлетін адамдар осы парацетамолдан ең көп өледі екен. Енді бұл конференцияда Трамп парацетамолды қабылдамаңдар деді, және осыдан кейін енді ақш-та жүкті әйелдерге парацетамол беруді олар рекомендациядан алып тастайды, және ол дәрінің сыртына енді аутизм тудыру қаупі бар деген ақпаратты қосады екен. Сіздердің ойлауларыңыз мүмкін, бұл неге соншалықты маңызды жаңалық деп? Мен сіздерге айтайын, парацетамол ол басы ғана. Бұл бір үлкен өзгерістің бастамасы. Ертең олар басқа да дәрілер туралы айта бастайды. Қазірдің өзінде Трамп вакциналар мен аутизмнің арасында байланыс бар екенін ашық айта бастады. Бұл өте батыл қадам. Айтпақшы, менің білуімше, аутизм кездеспейтін кейбір қоғамдық топтар бар. Олар ешқашан екпе салмайды, ешқандай дәрі ішпейді. Оларда аутизм жоқ. Бұл сіздерге бірдеңе айтып тұр ма? Айтпақшы, менің айтқан сөзімнің бәрі дұрыс па? Я, кейбір зерттеулер ондай болжам айтады. Ол амиш тобы. Амиштер, я? Менің естуімше, оларда мүлдем жоқ. Я, Бобби осының бәрін айтқанда өте сақ болу керек. Ал маған сақтық керек емес, мен бәрін ашық айтам. Сонымен амиштерді мысалға келтіруге болады. Оларда аутизм мүлдем жоқ. Ол байланыс бұрыннан бар екені белгілі, бірақ осыған дейін жылдар бойы
бұл ақпарат үлкен табу болды. Оны айтуға тыйым салынды. Бүкіл пропаганда құралы аутизм мен вакцинаның арасында байланыс жоқ деп ғалымдардың бәрін ауыздарын жауып отырған. Тіпті ол үшін қаншама дәрігерлер сотталып кеткен, соны айтқан үшін. Бірақ қазір жағдай өзгере бастады. Қазір сен қозғалды деп айтуға болады. Егер бұлай ары қарай жалғаса берсе, онда адамзаттың санасында кәдімгі революция болады. Жалпы Кеннедидің осы шешімдерінен нені байқауға болады? Оның тағайындауларынан, оның қабылдап жатқан шараларынан бір нәрсені аңғаруға болады. Қазір ол медицинаның бағытын дәрі-дәрмек пен вакцина қабылдау бағытынан салауаттық өмір салты, дұрыс тамақтану, аурудың алдын алу, профилактика бағытына өзгертіп жатыр. Бұл өте жақсы бір өзгеріс болады. Егер осының бәрі жүзеге асса, онда бұл кәдімгі нағыз адамзат санасындағы бір революция болады. Бұл элиталарға қарсы өте үлкен соққы болады. Фармкомпаниялар миллиардтаған доллар шығынға ұшырайды. Элиталардың ықпалы азаяды және ең бастысы адамдар фарм-бизнеске және денсаулық сақтау жүйесіне тәуелсіз бола бастайды. Адамдар дұрыс тамақтанып, салауатты өмір салтын ұстанып, аурудың алдын алу бағытын өздері түсіне бастайды, дәріден бас тарта бастайды, екпеден бас тарта бастайды. Бұл кәдімгідей бүкіл әлем бойынша миллиондаған адамдардың өмірін және денсаулықтарын сақтап қалатын бір үлкен өзгеріс болады. Сондықтан мен осының бәрін соншалықты маңызды деп оған ерекше назар аударып отырмын. Көресіздер, осыдан 10 жыл, мүмкін 20 жыл өткенде жағдай түбегейлі басқаша болады. Кәдімгідей адамзаттың санасында төңкеріс болады. Оны мен сіздерге қазір анық айта аламын. Сондықтан Трамптың тек осы шешімі үшін ғана Роберт Кеннедиді сайлаған үшін оны сыйлауға болады. Әрине, Трамп бұл өте қарама-қайшылыққа толы адам, оның көптеген жағымсыз тұстары бар, иә. Трампты қанша жерден біз жек көрсек те, бірақ оның осы қадамдары үшін оны сыйлауға болады. Бүгінге айтайын дегенім осы. Егер сіздерге бұл тақырып қызық болса, ары қарай тағы да бұған қатысты видеолар түсіремін. Трамптың пандемия кезінде қандай маңызды шешімдер қабылдаған туралы, бұл да өте қызық тақырып. Жалпы, егер мен пандемия туралы айта бастасам, мен тоқтамай сағаттап сөйлей аламын. Өйткені бұл өте үлкен ауқымды тақырып. Ал Қазақстанда бұл тақырыпты менен жақсы зерттеген бірде-бір адам жоқ. Оны мен сіздерге анық айта аламын. Бүгінге осы. Назарларыңызға рахмет. Арнаға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Келесі кездескенше.